Қарақалпақ қалқ ертеклері Арслан менен қоян. Бір тоғайда көп қоянлар ватан тұтқан еді. Оларға ғалауыт беретұғын дұшманы жоқ. Лекін көпке татитұғын бір дұшманы бар. Ол да болса, өзін сол тоғайлықтың патшасы деп есап еткен бір зор арслан еді. Қоянлар бұл арсланнан ауыл менен пәтенге келген еді. Ватанын таслап кете жақ болса, қайда барса да қоянға сондай бір күн. Бейзар болған қоянлар елші жіберіп арслан менен жарасық қылған еді. Күнде бір қоянды бермек болған екен. Қоянлар күнде шек салып, аты шыққан қоянды жіберіп тұратығын еді. Бір күні шек бір зирек қоянның атына шықты. Сонда зирек қоян: «Мені жіберуде көп қыстанбаң. Пікірім туры келе қойса, өзім аман қалып, бұл бәледен сіздерді де құтқарайын». Қоянлар разы болды. Бір заман кешігіп арсланның алдына барды. Ұзағырақтан сәлем берді. Аш болған арслан құйрығын жерге ұрып тұрып, бұннан сұрады: «Қыражыңыз қане, қоян?» «Мен алып кетір едім. Жолда бір арслан тартып алды. Патшамыздың нәһәрі десем, жаман сөздер айтты. Патшаңыз кетсін, болмаса басына сауда саламан деді». «Маған көрсет!» депті арслан. Қоян баслап кетті. Бір жерлерге барып тоқтады. Қалтырады, анау арсланнан қорққанын айтты. Арслан: «Қорқсаң менің құшағыма кір, маған көрсет!» деді. Қоян арсланды алып барып бір құдыққа үңілдірді. Құдықтың тынық суында арслан өз суретін көрді. Құшағында көрінген қоян өзіне берілген қоян екен деп ойлады да, қоянды көріп өзін құдыққа таслады. Зирек қоян аман келіп, жолдасларынан сүйінші сұрапты. Сонда арсланнан құтылған қоянлар шадды қорамлықта ұзақ, мазмұллы өмір сүріпті.